Сәлем, қазақ тілі 3 сынып 3 сабақ мәтін тақырыбы. Ал балақай, мәтінге тән белгілерді есімізге түсірейік. Мәтіндегі сөйлемдер мағыналық жағынан өзара байланысты болып келеді. Мәтінде белгілі бір ой болады және мәтінге ат қоюға болады. 11-ші жаттығу: гүл-гүлшелерін мәтіннің бұдан басқа да белгілерімен толықтар. Негізгі ой, тақырып, тірек сөздер, азат жол, негізгі бөлім, кіріспе бөлім, қорытынды бөлім. 12-ші жаттығу: мәтінді тыңда. Глобус. 3-ші А сыныбында бір глобус жылап тұр екен. «Сұмдық-ай!» деді мұғалім шошып. «Кім сені осыншама жәбірлеген?» «Шаншаров», деді де глобус қыстыға жылап жіберді. Ол кеше сабақтың соңында бокс көрсетемін деп мақтанып, менің басымнан төмпештеді. «Әй, Шаншаров-ай!» деп кейді мұғалім. «Глобуста нең бар еді?» «Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегінде жара салмау үшін күресіп жатқанын білемісің бе?» Орнынан сүйретіле түрегелген Шаншаров ұялғаннан қып-қызыл болып төмен қарады. Мұғалімнің нені меңзегенін түсінді. Ал енді мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Мәтін кейіпкерлерін сипаттап жаз. Мұғалім: мейірімді, жанашыр, ақылды. Глобус: ақкөңіл, сенгіш. Шаншаров: бұзақы әрі мақтаншақ. Мәтіннен тірек сөздерді тап. Мәтіндегі тірек сөздер: глобус, мұғалім, бокс, Шаншаров, дүние жүзі және сабақ. Қарамен жазылған сөйлем туралы өз пікіріңді айт. Қарамен жазылған сөйлем: қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? деп жазылған сөйлем болатын. Шығармашылық үзіліс. 13-ші жаттығу: мәтінді оқып, бөліктерді дұрыс қалыпқа келтір. 1-ші бөлік: айым аспанға қарады. Аспанды шарбы бұлт көшіп барады. 2-ші бөлігі: әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой, ол түтін емес. Жоқ, түтін. Өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. 3-ші бөлік: зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды. Тіпті түтіннен аумайды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіндірерін білмей ойланып тұр. Мәтіннің авторы Әлсейіт Ақпанбетұлы. Көк жүзі, түтін, зеңгір. Зеңгір, шарбы бұлт, түтін сөздерінің мағынасын төмендегі қай дерек көздерден табуға болады? Төменде балалар 3 дерек көз берілген. 1-шісі синонимдер сөздігі, 2-шісі фразеологиялық сөздік, ал 3-шісі түсіндірме сөздік. Бұл сөздерді түсіндірме сөздіктен тауып алуға болады. Зеңгір дегеніміз аспан түстес көк, көкшіл, биік зәулім немесе заңғар деген сөздерді білдіреді. Ал шарбы бұлт сөзі селдір, сирек бұлттар. Ал түтін өрттен кейін пайда болатын иісті, газды және түсті ауа болып табылады. 14-ші жаттығу. 13-ші жаттығу мәтініндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жаз. Диалогты өздерің ауызша жалғастырыңдар. Әже, аспанға күн түтін жіберді.
бұлт қой, ол түтін емес. Жоқ, түтін. Өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Әжесі, бұлт аспанда қалқыған өте ұсақ су бу тамшыларының және мұз бөліктерінің жиынтығы. Олар бізден өте алыста болғандықтан түтін болып көрінеді. Әже, солай ма? Демек, оны біз бұлт деп атаймыз ғой. Иә, ақылды немерем сол. Біздер оны бұлт деп атаймыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және осы каналға тіркеліп алыңдар.